Начинается матч между командами Алюр-Костанай. Алюр цвет формы черный, Костанай цвет формы синий. Матч обслуживается судейской бригадой в составе Базиев Касим, Шотбанов Альжер. Тағы да ассалаумағалейкум, тағы да қайырлы кеш, құрметті футзал сүйер қауым. АФЛ ойындарының тағы да бір тамаша кездесуі алаңда Қостанай және Алюр командалары. Қазір ойын басталып кетті. Бірден алыстан соққы бағытталуы мүмкін және қақпашы орнында. Қостанайлықтар қазір жылдам гол жіберуге сәл қалды. Алюр командасы қызыл жиделі, ал Қостанай болса әдеттегідей көк жиделі. Әне фол, бірден фол сияқты де доп шығып кетті ме? Жоқ, фол болған, Оған дейін қақпашы өзінің аяқ киімінің бауын байлап алуға бел байлаған сияқты. Өте ұзақ байлады қазір. Сонымен ойын басталып кетті. Алюр командасы қара жейдеде, қара қызыл, номер өтеге мақсат. 44 Шакен Нұргелді. Топ шыққан жоқ әлі, өтеге мақсатқа прессингке баруда. 17 Мелспек, 14 Егинжанов, 13 Сергейчук, 10 Сейфулин, 8 Райханов, 5 Кислицин, 19 Забагонский, 24 Байдулла Нұралли. Небәрі 10 ойыншы, 10 ойыншының өзі өте сен тұр, мен атайын дейтін жігіттер сияқты. Атын атап түсін түстегеннің өзін қарасаңыздар, Ал көк жиделі Қостанай командасы бірінші нөмір Никита, 12 Шабдаков, 21 Дели Артем, 9 Натбаев, 10 Искаков, 88 Нихамбаев, 5 Тигумбаев, 57 Қожабаев, 8 Оспанов, 11 Мусабеков, 7 Саламенко, 18 Каримолта. Бұл жігіттерде жалпы сайдың тасындай іріктелген жігіттер. Сонымен қазір соққы бағытталатын сияқты алыстан. Алыстан соққы қазір қандай қауіпті болды, Шире тастаған соққы. Бір қарағанда қақпаға тура ұшқандай болып көрінген. Өтеген мақсат соққы, бірақ бұл соққының жолына тосқауыл қойыла білді. Доп Алюрда. Алюр шабуылда, өте шапшаң бұл жігіттер. Соққы бағыттауға болады қазір. Тамаша. Қорғаушыларға тиіп қайтты доп. Сонымен
Қостанай қазір әуелеткен пасын, бірақ Байдулла допқа бұрын жетті. Қостанай доппен. Тамаша. Және доп шыққан жоқ әлде. Шабдаков. Ортаға пас жақсы. Шабдаковтың пас соққы. Кислицин жетті допқа. Кислицин. Жақсы пас, қайта өзіне қойынды, және гол! Кислицин Александр бүгінгі ойынның бірінші голын соқты. Есеп 1-0 алды Альнур командасы. Елеукап турнирінен кейін қуғын сүргінге ұшырап біраз ашу өкпе-ызаларын білдірген Альнур сол ашудың барын немесе бәрін ішкі чемпионаттан алғысы келген сияқты. Бір қызығы бұл ойында неліктен Попов төреші төрелік етпегені қызық болды. Альнурдың ойында қанша дегенмен Альнур Елеукап турнирінен кейін біраз текетіреске барды осы төрешімен бірге. Сонымен 5-ші ойыншыны қосып ойнайды қостанайлықтар. Бұл өздерінің сондай ойын мәнері, жай ғана ойын мәнері емес, қазір тіпті гол соғып кетуі әбден мүмкін. Асықпауға жетті, топты сақтады, тамаша. Міне осындай соққылары Байдуллаға топты қақпадан қайта алып шығуға мүмкіндік тудыруы мүмкін. Міне ортаға пас, артқа берсе болады. Бірақ топты артқа бергісі келген жоқ, сонымен қатар соққы қайда бірден. Байдулла және тамаша. Байдулла бір емес 2 мәрте командасын голдан аман алып қалды. Алыстан соққы гол! Рикошет! Қостанай өте жылдам жауап қата білді. Есеп 1-1. Өте салқын қанды. Оп-оңай ұйымдастырылған шабуылдардың бірі болды деп айтсақ болады. Есеп 1-1. Ойын қайта басталады қазір. Альнур доппен. Өте шапшаң, өте жылдам ойын өрбуде. Әуелеген пас қазір сол қанаттан ойын тәртібі бұзылмаған аут. Аут Альнурдың еншісінде. Өтеген мақсатқа топ жеткен жоқ. Тигунбаев топты өз командасында қалдыра білді. Қостанайлықтар доппен. Тигунбаев. Салуменкаға қалдыратын шығар, допты жоқ. Бұл жолы Нартбаевқа берді. Нартбаев Салуменкаға, Салуменка Тигунбаевқа. Асықпайтын тәрізді. Салуменка өте салқынғанды. Айтпақшы, Юнайтед футзал командасында ойнаған Елеукап турнирінде артынша сол жігіттерге Қазақстан жайлы өте жақсы әсер қалдырған бапкер осы. Салуменка жігіттерді қасынан бір ел тастамай, апаратын жеріне апарып, қонақтап деген сияқты қазақтықты көрсетіп, өзінің ұлты орыс болғанмен қазақтығын көрсеткен тамаша соққы! Қазір егер 10-шы нөмірлі Сейфуллин азамат болмағанда, Байдулла бұл допты 9-дыққа көзімен шығарып салуы әбден мүмкін еді. Бұрыштама. Тигунбаев, Салуменка. Мажитов секілді, Салуменка де бар. Юнайтед футзал командасы. Фол, бұл енді фол. Үлкендерді сыйлау қажет деген мақсат. Білген жігітті құлатпастаған бола ма деген сияқтан ғой. Енді футболда бірақ бәрі бірдей. Тигунбаев прессингке барды қазір. Болмайды, жоқ, болады екен. Болмайды деп ойлағанбыз бәрімізде. Сөйтсек тамаша қазір. Бірақ 2-1 ойыншының қыспағанда қалып қойған. Альнур доппен аут. Ойын тәртібі бұзылмаған, барлығы дұрыс дейді. 11 минут уақыт. 11 минут уақыт. Ештеңе болмаған дейді. Топ Альнурда қалады, Топ Альнурда қалды. Альнур командасында 3-ші фол. Әуелеген пас. Тигунбаев тосқауыл болды. Жақсы пас өте. Тигунбаев.
Ортаға пас өткен жоқ. Өтеген мақсат. Қарымта шабуылға шығуға болады және бұл фол. Бұл фол. Кештірілген фол болатыны сөзсіз және 2-1 фол ма? 2 фол, бірден 2 фол берді қазір. Алюрда 5-ші фол. Команда Алюр 5 балл. Өтеген мақсатқа қазір кішкене сабыр ету керек, әйтпесе бостан босқа қызыл қағаз алып қалу әбден мүмкін. Иә. Ештеңе болмаған дейді. Я, өтегенге ауысып алу керек қазір. Әйтпесе алаңнан қуып әбден мүмкін. Кішкене салқынғандық жетпеуде Алюр командасына. Қостанайлықтар қазір доп өздерінде болғанда ауыспақшы. Біз оны естіп қалдық. Мына жерде отырып. Сонымен Алюр доппен тамаша қазір өтіп кеткен болатын, бірақ 2-1 ойыншы жіберген жоқ. Тамаша. 14-ші нөмірлі Егенжановтың техникасы тамаша екен. Егенжан Диастың. Диастар тек қана Брайым Диас емес қой, иә. Қазақтардың да Диасы бар екен жалпы. Тамаша өтіп кетті. Забагонскийдің пасынан кейін Тигунбаев қарсылас командаға соққы бағыттауға мүмкіндік берген жоқ. Есеп 1-1, 5 фол, бірақ Алюрда тұр. Ислицин. Соққы гол! Тамаша гол! Забагонский Алексей екінші голды соғып Алюрда есепте алға шығарды. Сөйтіп, Қостанай алмасып үлгерген жоқ. Біздің доптың кезінде алмасамыз деген негізі. Бірақ алмасып үлгергенше гол соғылып кетті. Тағы да Соломенко бапкер шығатын шығар. 5-ші ойыншы ретінде Оспанов, Соломенко. Тамаша қазір өте жақсы. Тосқауыл. Дели Артемнің бағыттаған соққысына Алюр қорғаушылары тосқауыл бола білді. Ортаға пас, тағы да. Нұрсұлтан Шабдановтың, Шабдаков деп қателескен екен, Шабданов екен. Шабданов Нұрсұлтанның берген пасы. Райханов қарсылас ойыншының артынан қазір білдірмей шабуылға шығып барады. Жылдам шабуылға шықса болады қазір. Кислицин жібермейді ал, бірақ Райханов доп шығып кетті, бірақ доп шығып кетті. Нұргелді Шакеннің сәл-сәл қателігі енді. Сонымен Соломенко ойынға қосылатын тәрізді. Жоқ, танышы артқа пас беріп еді, негізінен не үшін ондай тәуекелге барғаны. Сонымен Байдулла шабуылда Алюр. Ойын сәл бәсеңсізді, дегенмен қауіпті шабуылдар жоқ емес. Кислицин. Өте жақсы қазір. Техникасы тамаша қазір. Сейфулиннің Қостанай шабуылда. Қостанай не істейді? Соққы бағыттайды, бірақ бұл соққы дұрыс бағытталған жоқ. Сейфулиннің бетіне қазір 21-ші нөмірлі Дели Артемнің қолы тиіп кеткен сияқты. Ойынның бітуіне, яғни бірінші тайм аяқталуына 5 минут уақыт қалған, бірақ әлде болса Алюр 6-шы фолын алатын емес. Жақсы. Райхановтың аяқтың сыртымен берген пасына қорғаушы тосқауыл бола білді.
Ауттан бағытталатын пас. Сейфуллин тамаша өтті. Соққы және тамаша гол. Сейфуллиннің орындауында. Жалпы Сейфуллин деген адамдардың бәрінің бойы кішкентай болады сияқты. Сейфуллин жолбарыс мысалы үшін. Сейфуллин азамат деген сияқты ғой. Енді қалжың әрине. Есеп 3-1. Альюр жігіттері есепте 2 доп айырмасымен алға шықты. Тигумбаев топты бастады. Салуменко қосылады қазір ойынға, иә. 1-0-дің өзінде 5-ші ойыншыны қосқан бұл жігіттер 3-1-дің кезінде сөзсіз қосады және қазір Қостанай жігіттері салған жерден қателікке бой алдырды. Альюр доппен Байдулла әуелеген пас, өтеген мақсат. Барлығы дұрыс, ештеңе болмаған. Жақсы пас беру керек қой мына жерде. Тигумбаев. Жалпы қарымта шабуылда Қостанай өте қауіпті болып тұр, бірақ ештеңе істей алмауда. Сонымен 3 минут уақыт бар бірінші таймның аяқталуына. Қостанай қазір ақырындап 5-ші ойыншыны қосу арқылы шабуылдың шетін шығарып көргісі келеді. Тигумбаевтың бұл пасы мүлдем түсініксіз болды, иә. Салуменко болса қақпаға баруға асығатын емес тәрізді. Өтеген мақсат болса жаңа пасты, жаңа шабуыл тосып тұр. Ал кесілет тем болса не үшін 2 фол бердің қатарынан деп қосау құрамында қазір төрешіге өзінің уәжін білдіріп тұр. Соққы қайда? Жоқ, соққы жоқ бұл жерде. Өтеген мақсат. Және Альюр командасы тайм-аут алды. Мен тайм-ауттан кейінгі қазір қарымта шабуылда қостанайлықтар және Забагонский бұл шабуылдың бетін қайтарып үлгерді. Сонымен ауттан Қостанай, Тигумбаев, Салуменко. Не Салуменко дейді. Соққы және Забагонский қазір өте пайдалы ойыншылардың бірі болып тұр. Салуменко, Тигумбаев. Қайт Салуменкоға. Тигумбаевтың пасы қайда қазір алды ашып тұр ғой. Соққы бірақ қақпадан мүлде қиыс кетті. 1 минут 38 уақыт Байдулла болса асықпайды. Сонымен әуелеген пас, өтеген мақсат орнында, бірақ Салуменко барлығын көзбен жетіп бақылап тұр. 9 минут қалғанда Қостанай әлде болса 5 фолған болатын, бірақ қостанайлықтар 9 минут бойына ешқандай да фол ала алмады. Бұрыштама Альюрдың орындауында. Негізінен Альюр мен Қостанай екеуі бір облыстың намысын қорғайтын команда сияқты қателеспесем. Себебі Альюр бұрын Қостанай болып шығып жүрген секілден директор бойынша мен жалпы Астана футбол лигасына енді
келген азаматпын. Егер қателесіп ойыншылардың аттарын дұрыс білмей жатсам, кешірім сұраймын. Кейбір дерек көздерден оқығаным енді. Сондықтан бұл екі команданың өкілдері бір-бірін өте жақсы танитын тәрізді болып көрініп кеткені бар енді. Сонымен және Салуменко бұл тамаша қазір. Тамаша 4-1 болатын мүмкіндікті құтқарып қалды. Және бірінші таймның есебі 3-1 аяқталды Алюрдың пайдасына. Сонымен ойынның екінші тайм басталып кетті. Алюр есепте алда 3-1. Кислицин, Сейфуллин, Шакен пас. Тамаша қазір қостанайлықтар допты алып қойды. Алыстан бағыттаған соққы, бірақ Байдулла үшін бұндай соққылар сәл күлкілі көрінетіні бар енді. Өзі бойы кішкентай болған Сейфуллинді қазір ұзын еңселей бойлы Қостанай ойыншысы кеп құлатқанда бұл фол болмай не болады енді? Бірінші фол. Ойынның небәрі бірінші минутында. Кислициннің соққысы. Топты қазір Салуменко шығарып алды. Құдды бір Қостанай бұл ойын үшін қатты қиналып жатпаған сияқты болып көрініп тұр. Өзіме білмеймін, енді әркім бәртүрлі көрінеді. Кислицин, біз үлкен футболда ойынын көрген Кислицин қазір футзалда ойнап жүрген айтсаңызшы. Сейфуллин, Райхан тағы да соқты. Салуменко бұл жолы шығарды. Негізінде Қостанай ойыншыларының біз екінші таймда қысымын көптеп көреміз бе деп ойлағанбыз, бірақ тағы да тамаша! Сейфуллин жолбарыс деп айтпай ақ қояйын. Азамат. Сейфуллин Азамат
есепті 4-1-ге жеткізіп, 2-1-дей әдемі голымен бүгінгі ойында әзірге дубль орындап тұр. Бәлкім хет-трик орындап қалу әбден мүмкін. Енді Соломенкоға қақпаға тұрудың ешқандай да қажеті жоқ. Енді емін-еркін 5-ші ойыншы болып қосылып ойнай берсе болады. Сонымен Қостанай доппен асықпайды. Искаков бос қақпаға бағытталған соққы голға айналған жоқ. Не үшін асығады бұл Қостанай? Сол жағы түсініксіз. Асығудың ешқандай да қажеті жоқ. Искаков, Шабдан, Нұрсұлтан. Қақпашыға берсе болады, бері керек қой. Не үшін Шабданов, не үшін? Шамдансам шалқамнан түсер асаумын деген Махамбеттің сөзі бар. Сол сияқты Шабданов та шалқалай келіп топтан айырылды. Әлдір тиісінше тағы да бір шабуылға шығады, тесілетсең. Шакен Аймановтың атын алған жігіттер ғой алаңда. Біліңіздер, қазақ киносының королі Шакен Айманов. Соның атын енді сондай болама деп берген шығар. Бұл Шакенге де, бірақ киноның королі болмағанмен футзалдың королі болса еш жаман. Бұл Шакеннің Соломенко қазір бір өзі жау жүрек мың баланың сценарийін қайталап 5 кісіге қатар шапты. Бірақ онысынан түк шыққан жоқ. Сонымен Әлюр тағы бір шабуылда Шакен прессингтен тамаша өтіп кетті. Қазір бұл фол сияқты болып көрінген, және Байдулла орнында. Жақсы пас. Сергейчук, бірақ қорғаушыдан айбасын асыра алмады. Сабагонский. Қазір не істеген түсініксіз. Жоқ, фол екен ғой, бір қарағанда фол секілді көрінген Шакен. Сабагонскийдің соққысы Соломенко орнында. Қостанай шабуылда. Тамаша. Тигумбаев. Диханбаев пас тұрап тұр қазір. Диханбаевқа пас берілді. Соломенко неге қосылмайды? Сол жағы түсініксіз болып тұр. Қосылу керек шығар енді. Мұсабеков. Тигумбаевқа қайта берді. Не фол ғой? Фол жоқ дейді. Тигумбаев өзі құлаған деген шешімге келді. Егінжанов бір өзі тағы да кішкене түсініксізде ойнап жүр енді Егінжанов. Тигумбаев Соломенконы шақырды. Соломенко қосылды. Мұсабеков, Диханбаев, Тигумбаев қайта Соломенкоға әуелеген пас. Доп әлде болса Қостанай ойыншыларында Мұсабеков, бірақ фол бұл, сөзсіз фол. Егінжанов 1 минуттың ішінде 3 мәрте көзге түсті. Оның екеуі доппан айырылса, үшіншісіне фол келді. Кішкене сәл қарап ойнау керек шығар. Есеп 4-1 дегендей, фолдар саны 1-1. Енді бұл есепті жалпы Әлюрдан ешкім тартып ала алмауы мүмкін. Бірақ доп-томалақ көреміз. Қай қақпаның төрінде барып томалайтын. Тигумбаев. Соққы, бірақ бұл соққының күші жойқын болғанмен бағыты дәл болған жоқ. Әлюр топпен тамаша қазір. Егінбаевтың пасы жақсы өткен. Сергейчук, Соломенко доппен. Тағы да ортамен біреу жарып барады қазір. Соққы, тамаша! Ал саған керек болса, қорғаушы мен шабуылшы соқпаған голды қақпашы соғады деген осы шығар. Жарайсың Соломенко. Олегтің да осындай әдемі гол соғатын сәттері жоқ емес бар. Есеп 4-2. Забагонский, Меліспек,
тағы да Егінжановқа пас дұрыс жеткен жоқ. Бір тайм-аут алып ауысып алмаса қазір енді Егінжанов кеткен есеміз жоқ дегенмен сәл қателескені бар енді, және бұл фол. Сары қағаз беру керек. Сары қағаз береді, себебі ол кезде қақпа мүлдем бос болған. Олег Соломенко сары қағазбен марапатталды. Қостанай екінші фолға ие болды. Забагонский допты ойынға қосып береді қазір. Меліспек пас сұрап тұр. Сергей Чук бар, Байдулла да осында. Әуелеген пас, Забагонский тамаша қабылдап алды, және фол жоқ, бұл жерде фол бермеген. Тамаша пас, және Сергей Чук не істеді қазір? Сергей Чук Рональдиньо ұқсап та допты қарамай қабылдаймын деп аутқа жіберіп алды. Соломенко қайттан қосылады қазір. Жақсы, тағы да бір өзі тамаша соққы. Енді бұл гол кіретін болса, онда Байдулла біраз қорғаушыларға айқайлайын деп тұр еді. Тигумбаев. Тамаша, ештеңе болған жоқ. Бұл не пас қазір Забагонскийге. Бір дуқол шапалақ болатын шығар. Алексей қазір капитан ретінде кезекті голдан өзінің командасын аман алып қалды. Тигумбаев не істейді? Соломенконың бағыттаған соққысы, және бұл 5-ші гол дейді. Есеп 5-2. Соломенко соққы бағыттайтын кезде Егінжанов топқа аяғын қойып қалған. Қатты тиген соққыдан аяғын ауыртып алған сияқты, етпесе ол жерде ешқандай да фол болған жоқ. Ал Қостанай болса вар алмақшы ма? Неге Соломенкодан сұрамасқа? Не болған? Вар алды. Жоқ, тайм-аут алды. Тайм-аут. Керісінше Қостанай командасы тайм-аут алды. Есеп 5-2. Ал Тигумбаев болса қазір өзінің командаласына Ысқақовқа неге олай басып бердің, неге бұлай бермедің деген сияқты уәждерін білдіріп, паз ашуын тырнақ үстін алыпты деген сияқты, бар ашуын Ысқақов тырнақ алған сияқты. Әлде ештеңе толық дәлелденген жоқ. Есеп 5-2. 3 доп деген бұл футзалда анау бір айтқандай қатты қорқынышты қауіпті емес. Сондықтан да салды суға кетірмей соңына дейін ойнаған дұрыс болатын шығар. Сонымен есеп 5-2. Егінжанов топ шыққан жоқ әлі шықпаған дейді. Және Егінжанов бұл пасты Қостанай ойыншыларына қалдырды. Соломенко доп сұрайды. Ысқақов және аут. Аут Алюрдің еншісінде. Забагонский тамаша қиғашынан келген пас, және доп әлде болса Алюрдің аяғында қала беретін болды. Забагонский доп шыққан жоқ әлі. Міне гол. Бір айтқандай Сейфуллин хет-трик орындады. Есеп 6-2. Қостанай қорғаушысы не үшін соңға дейін ойнамағаны түсініксіз. Есеп 6-2 болды. Сейфуллин осынша хет-трик орындады. Тигумбаев Соломенкоға.
Салуменко. Я бұл ойын тағдыры шешіліп қойған сияқты. Тамаша қазір. Және бұл соққы мүлдем қақпаға тура шыққан жоқ. Салуменко. Қақпа бос. Ойын тәртібі бұзылмаған. Топ енді шыққан екен егін жаныптан. Тигумбаев. Қостанай доппен. Сейфуллин прессингке барып жүр. Тигумбаев. Тамаша пас енді. Қайда бұл жерде, қайда? Бір ойыншы қайда? Бос қақпаға, бос бұрышқа доп тастай қоятын. Шакен тамаша қазір. Тағы да. Ештеңе болмаған. Бәрі таза. Тигумбаев деген бұл қазақша Тұйғынбаев деген шығар, я? Тұйғын дейтін мықты алып құсылар бар ғой. Салуменко, бірақ бұл жолы айласын асыра алмады Байдулладан. Егер бұл гол кіргенде, онда қақпашы 2 гол соққан болады, я. Салуменко пас берді. Шакен бірінші жетті. Забагонский, жақсы пас. Шакен. Егінжанов, қайта Шакенге. Забагонский Байдуллаға. Байдулла көтерілетін шығар өзі. Ортаға берді. Шакен Егінжановқа. Бұл пастың күші өте қатты болды. Сонымен Салуменко ортамен кіріп соққы бағыттайтыны бар еді. Қазір көрейік не істейтінін. Әзірге допты ұстап тұр өзінің аяғында. Тигумбаев, Салуменко, Егінжанов және фол болған, я. Фол болған Альдур командасында екінші фол. Салуменко не істейді? Бір соққы неге бағыттамасқа қайта? Тигумбаев пас сұрайды. Міне пас. Және Байдулла. Гол ма? Жоқ, гол жоқ. Байдулла бұл жолы қақпашыға гол соғу орын алған жоқ. Тек қана бұл Қостанай командасының сапында орын алды. Сонымен Қостанай доппен тағыда. Альдур қорғаныста өтеген мақсат қанша уақыттан кейін шықты алаңға. Салуменко асықпайды, жақсы. Қайтарады, қазір пасты қайтарды. Салуменконың пасы Тигумбаев. Егінжанов допты алмады. 4 метр 50 секунд уақыт қалды қазір. Тамаша Тигумбаев. Салуменко өте сенімді ойнап тұр қазір. Және бұрыштама. Егінжанов алмасты. Оның орнына Шакен кірді алаңға. Тигумбаев. Тамаша, пас қайда енді? Жоқ. Шешім дұрыс болған жоқ қабылдайтын. Қостанай доппен әлде болса, Салуменко. Тигумбаевқа, Тигумбаевтың пасы. Бір гол. Қазір жұбаныш голдарын санын арттыру қажет. Қазір Тигумбаев қателесті. Және доп шыққан жоқ. Енді ғана шығып кетті. Әйтпесе Байдулла қақпаға өз соққы бағыттағысы келген негізінде. Бірақ пас сәтсіз келді оған. Сонымен Салуменко. Тамаша. Қақпа бос, өтеген мақсат. Және бұл 7-2. Есеп 7-2 өтеген мақсат. Есепті осылайша тағы да 5 голға дейін арттырды. Барша ойыншылар алмасты. Я айттық қой, бұл ойын тағы да шешіліп қойды деп. Салуменко асықпай кіреді ортаға. 3 минут 11 секунд уақыт қалды. Салуменко фол ғой. Жоқ, ештеңе жоқ дейді қазір. Шакен.
Тамаша қазір Сергейчук тамаша өтіп кетті. Және бұл сәл жетпеді, я. Сәл жетпей қалды. Егер 8-2 болатын болса, онда Бавария Барселона есебі тіркеген бүрген, я. Ол да қызық біреулер үшін. Барселона жанкөлдер үшін ауыр деген сияқты. Бавария жанкөлдер үшін қызық деген сияқты. Бірақ енді көрейік. Тамаша Сергейчук қазір. Шакен не істеді? Өтеген мақсат қазір тіпті түсінбей қалды, я. Салуменко жақсы. Қостанайға асығуға жет. Гол айырмасын қысқартуға. Енді соққы қайда қақпаның қағалынан. Ондай жерден негізі гол салғаннан көрі салмаған қиын сияқты. Сөйтіп тайм-аут Алюр командасында және ойынның соңғы 2 минуты таза уақытпен есептеледі. Таза 2 минут уақыт қазір Алюр командасы 5-ші ойыншыны қосқысы келген және дайын ойыншы табылған жоқ. Есепті 7-3 қылып қысқартуға. Сонымен есеп әлде болса 7-2. Енді біз Алюр командасының бүгінгі ойындағы жеңісімен құттықтай береміз. Ол сөзсіз енді. Дегенмен жақсы қазір Сергейчук. Бос қақпаға гол соға алмаған Сергейчук қазір қақпашы тұрған қақпаға гол соғады дейсің бе деп намысын қайрап жіберейік кішкене. Салуменко әуелеткен пас. Доп алаңда әлде болса. Салуменко ортаға дейін баруға ерініп тұрған сияқты. Соққы қайда? Соққы қайда бұл жерде? Соққыда жоқ, голда жоқ. Есеп 7-2 күйінде әлі тұр өзгермей. Байдулланың қақпаға тұрып іші пысқан сияқты алмасып кетті. Забагонский, Сейфуллин, Кислицин, Забагонский тіпті допты беретін емес. Тамаша қазір бір өзі. Есеп 8-2 болады ма? Неге пас бермеді әдемі гол үшін? Бәлки Сейфуллинге покер орындату керек пе еді. Сонымен гол жоқ, тағы да гол жоқ. Құдды бір Алюр қақпасын дуалап қойғандай десең, қателесем бе екен? Сейфуллинге пас бергенде, Сейфуллин бүгінгі ойында покер авторы атанайын деп тұр еді. 33 секунд уақыт. Команда комитета поздравляет игрока Алюр Забагонского Алексея с днем рождения. Бүгін Забагонскийдің туған күні екен. Құттықтаймыз. Футболдағы да ғұмыры, алаңдағы да ғұмыры бұл жігіттің ұзақ болсын деп тілейміз. Жарақатсыз жақсы маусымдар, супер голдар, тамаша подкаттар деп қойық, орындала берсін. Забагонскийдің орындауында. Сонымен 4 секунд қана уақыт. Салуменко жоқ, үлгермейтін сияқты. Сонымен есеп 7-2 Алюр командасы айқын басымдықпен жеңіске жетті.